Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге табиғи үй жағдайында жасалынатын нутелланың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді және де дәмі дәл дүкендегі нутелладан айнымай шығатын болады. Ең бастысы бұл табиғи, құрамы таза, құрамында өсімдік майы және де пальма майы жоқ, тек табиғи ингредиенттерден жасалынады. Сондықтан сіздер де үй жағдайында балапандарыңызға дайындап беріңіздер. Ал келесі видео рецепте мен сіздерге табиғи үй жағдайында сәбіз шырынын дайындаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл сәбіз шырыны көздің көруін жақсартады және де иммунитетті көтереді. Сондықтан егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен қажетті ингредиенттерін дайындап аламыз. Барлық қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызды отқа қойып, үстіне сары майымызды саламыз. Майымыз ерігенге дейін осы Қазақстан шоколадын ашып дайындап үгітіп қоямыз. Қазақстан шоколадының орнына басқа да құрамында жаңғағы бар шоколадты пайдалансаңыздар да болады. Мінекей біздің майымыз еріді. Енді осының үстіне шоколадымызды ұсақтап бөліктерге бөліп саламыз. Майды қайнатпаймыз. Менің майым шоколадты бөлгенге дейін қайнап кетті. Сіздер алдын ала шоколадты бөліп дайындап қойыңыздар. Барлық шоколадымызды қосып, үзбей араластырып отырамыз. Шоколадымыз ыдысымызға жабысып қалмауы керек. Мінекей біздің шоколадымыз еріді. Енді осының үстіне таза табиғи сгущенканы қосамыз. Сгущенканың мен осы три желания түрін пайдаландым деп фирмасын немесе айналайын фирмасының сгущенкасын пайдалансаңыздар да болады. Және де бұл рецепте біз ешқандай да блендерді пайдаланбаймыз, өсімдік майын пайдаланбаймыз. Өте табиғи үй жағдайында жасалынатын нутелланың ең сәтті рецептісі. Сондықтан дәл осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Мінекей біз барлық сгущенкамызды, шоколадымызды біріктіріп алдық. Енді осының үстіне мен какао ұнтағын қосамын. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Менде Қазақстан шоколадының дәмі білініп қалмас үшін осы Несквик какаосын қостым. Рахат фирмасының какаосын қоссаңыздар да болады. Какаоның түйіршіктерін дәл осылай ситаның көмегімен осылай өткізіп аламыз. Түйіршіктері қалып қалмау керек. Мінекей біз барлық какаоларымызды осылай қосып, баяу отта жақсылап араластырып аламыз. Оттың асты баяу болуы керек. Дәл осындай қоюлықта дайын болады. Енді осыны ыстықтай сақтайтын банкаларыңызға құйып аласыздар. Мінекей біздің нутелламыз дайын болды. Дәл осындай қоюлықта дайын болады. Дәмі өте дәмді, дәл дүкендегі нутелладай болып шығады. Сондықтан міндетті түрде сіздер де балапандарыңызға дайындап беріңіздер. Ең бастысы құрамы таза, табиғи ингредиенттерден жасалынады және де құрамында өсімдік майы, пальма майы жоқ, ешқандай денсаулыққа зиянсыз. Сондықтан дүкендегі қымбат нутелланың орнына дәл осылай өзіңіз қолмен үй жағдайында дайындап беріңіздер. Үйдің дәмі қашан да дәмді болады. Сондықтан міндетті түрде менің рецептімен сіздерде дайындап көріңіздер. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Келесі видео рецепте кездескенше аман сау болыңыздар. Мінекей менің балапандарымның нутеллаға реакциясы. Сіздер де балапандарыңызға дайындап беріңіздер. Баршаңызға ас болсын.